ай бетіндегі ағдақ. Тегінде ай мен күн екеуі екі ауылдың асқан сұлу екі қыз екен. Бірінің аты ай сұлу, енді бірінің аты күн сұлу деп аталыпты. Ай сұлу айшылық жерді нұр сәулесімен жарық қылса, күн сұлу күншілік жерді нұр шуағымен жарық қылады екен. Бұл екеуі сұлулық пен көріктілікке таласып, өзара өш болыпты. Ай күннен де сұлу болыпты. Бір күні күн сұлу ай сұлуға, сенің нұрың неткен әдемі, дейді. Осы кезде ай сұлу өз келбетіне қарай бергенде, күн сұлу оның бетін тырнап алады. Сонымен ай сұлу бұрынғыдай нұрлана алмай, бетіне өшпес дақ түсіп қалады. Содан бергі замандарда ай күндіз түні күнді қуалап, ал күн күндіз түні қашып жүр екен. Егер қай күні ай күнді қуып жетіп бетін тырнаса, дүние жаһан ашылмас қараңғылыққа бататын көрінеді.